Күлше қыз ертегісі. Баяғы заманда бір кісінің әйелі ерте дүниеден озып, екінші рет үйленіпті. Оның қайтыс болған әйелінен бір қызы бар екен. Өзімен еріп келген дөрекі өгей шешесі өте қатыгез адам еді. Келген күннен бастап өз қыздарын аялап, өгей қызына қатал болады. Ылғи қиын және лас жұмыстар беріп, күн көрсетпейді. Қыздың сәл отырып тыныс алуына да уақыт болмады. Кейде қатты шаршаған ол пештің күлін шығарып жатып, күлдің үстіне отыра кетуші еді. Осыны үнемі көріп жүрген өгей әпкелері оны мазақтап, күл қыз деп атап кетеді. Бірде хан сарайында үлкен бал өткізілетін болады. Оған барлық мәртебелі бай адамдар шақырылады. Шақыру қағазы күл қыздың өгей шешесі мен қыздарының да қолына тиеді. Сол күннен бастап өгей шешесі патша сарайына баруға қызу дайындық жүргізеді. Үйдің бар тірлігімен күл қыз айналысады. Ол аз болса, үшеуі үш жақтап ары-бері жұмсап мазасын алады. Осылай патша сарайына баратын кезде жақындайды. Күл қыз түні бойы ұйықтамай, үшеуінің көйлектерін әшекейлейді. Ертеңінде ерке қыздар шешелермен бірге дайын тұрған көйлектерді киіп, күймеге қарай бет алады. Үйден шығып бара жатып, күл қыздан: «Сен патша сарайына барғың келе ме?» деп сұрайды өгей шешесі. Патша сарайда өтетін балды көргісі келген қыз басын изейді. «Онда үйді түгел тазалап шық, ысты отынды жар, гүлдерді суар, ыдыстарды жу. Содан соң терезеден қарауыңа болады», дейді өгей шешесі мысқылдай сөйлеп. Шешесінің жанында отырған екі қызы күл қызды мазақтап күледі. Күл қыз жылап қала береді. Осы кезде қайдан екені белгісіз бөлмеде бір мейірімді сиқыршы әйел пайда болады. «Қызым, жылама, балға барғың келсе, маған мейірімді сиқыршы қабақты тауып бер» арасына деп жылы шырайлы таңдап сиқырлы таяғымен түртіп қалады. Сол кезде әлгі асқабақ үлкен және әдемі алтын күймеге айналады. Жанында жүгіріп жүрген тышқандарды түртіп еді, асыл тұқымды жылқылар пайда болады. Күл қыздың жыртық көйлегі тек ханшайымға лайықты керемет сәнді көйлекке айналады. Аяғындағы тозығы жеткен кебіс хрусталь кебіс болып шыға келеді. Күл қыздың қуанышында шек жоқ. Мейірімді сиқыршы әйел оны шығарып салып тұрып былай дейді: «Есіңде болсын, сағаттың тілі тура 12-ні соққанда сиқырдың күші жойылып, барлығы өз орнына келеді» деп ескертеді. Сонымен алтын күйме сарайға лезде жетеді. Күл қыз қысыла, қымтырыла ішке кіреді. Сарайдағылар айдай сұлу аруды көріп таң қалады. Ханзада жұмбақ ханшайымды биге шақырады. Жігіт қыздан көзін алар емес. Екеуі кеш бойы бірге билеп бірге жүреді. Осылай ханзада мен күл қыз балдың сәніне айналады. Кенет сағаттың тілі 12-ге келіп, қыздың есіне сиқыршы әйелдің айтқан ескертуі түседі. Ол ханзадамен асыға қоштасып, сарайдан жүгіріп шығып кетеді. Үйіне оралған күл қызды баяғы сиқыршы әйел күтіп алды. Қуаныштан көзі оттай жанған қыз оған сарайда көрген білгендерін айтып береді.
ханзадамен тағы бір жолықсам деген өтінішін айтады. Сиқыршы әйел өтінішті қабыл алады. Ертеңгілік астан кейін күл-қызға өгей әпкелері патша сарайында көрген-білгендерін әлгі жұмбақ ханша туралы айтып тауыса алмайды. Күлше қыз: келесі жолы мені ала кетіңіздерші. Балға мен де барайын, өз көзіммен көрейін, деп сұранады қыз. Саған не жоқ, ондағыларды қорқыту үшін барасың ба? Түріңе қарасаңшы, деп ұрсады өгей әпкелері. Сөйтіп уақыт зымырап өтіп жатады. Бір күні патша сарайында тағы да бал өткізілейін деп жатыр. Балға өткенде болған қонақтар түгел шақырылыпты деген хабар келеді. Өгей шеше мен екі қызы тағы да әбігерленеді. Ханзада бізге назар аударып қалар, деп үміттенеді екі әпкесі. Олар жанталасып балға дайындалады. Екеуі тіпті ханзадамен ортаға шығып қалай билейтіндерін айтып бір-бірімен ұрсып та қалады. Күл-қыз олардың бұл қылықтарына қарап күледі. Сөйтіп балға баратын күн де келіп жетеді. Өгей шешесі қыздарын ертіп сарайға аттанады. Арттарынан алтын күймеге отырып күл-қыз шығады. Жұмбақ ханшаны көріп ханзада қуанып кетеді. Айналасындағыларды байқамай бар уақытын күл-қызбен өткізеді. Алайда бұл керемет сәттер лезде өте шығады. Кенет сағат дыбыстап белгі беріп, түн ортасы болғанын хабарлайды. Бақыт құшағында жүрген қыздың қайтатын уақыты болады. Күл-қыз тағы да ханзадамен асыға қоштасып, сыртқа қарай жүгіре жөнеледі. Түкке түсінбеген ханзада аруды тоқтатпақ болады. Бірақ күл-қыз алды артына қарайтын емес, асығыс сарайдан шығып кетеді. Күлше қыз баспалдақтармен асығып, аптығып түсіп келе жатып, абайсызда хрусталь кебісінің бір сыңарын түсіріп алады. Ханзада қызды қуып жете алмайды. Басы салбырап, кері қайтқан ол баспалдақтармен жоғары көтеріліп келе жатып, ханшайымның аяғынан шешіліп қалған бір хрусталь кебісін тауып алады. Ал күл-қыз сыңары жоқ хрусталь кебісті көтеріп үйіне оралады. Ертеңінде өгей шеше мен қыздары патша сарайында көрген-білгендерін әлгі жұмбақ ханша туралы тағы да әңгіме етеді. Екі әпкесінің жұмбақ ханшаның кім екенін білмей бастары қатады. Олар сол сұлудың көз алдарында жүрген күл-қыз екенін қайдан білсін? Осы кезде патша сарайынан шабарман келеді. Ол патшаның: мына хрусталь кебіс кімнің аяғына тура келсе, сол ханзадаға тұрмысқа шығады, деген жарлығын айтады. Ол бүкіл патшалықты аралап, бойжеткен біткеннің бәріне хрусталь кебісті кигізіп көріпті. Бірақ кебіс ешкімнің аяғына симапты. Кезек күл-қыздың үйіне келген екен. Өгей шешенің қыздары хрусталь кебісті қанша кимек болып тырысса да, кебіске аяқтарының ұшы ғана сияды. Сіздерде басқа қыз жоқ па? Деп сұрайды патша шабарманы. Екі қыз: бар. Ол күл-қыз үнемі кір-кір болып жүреді, деп мысқылдай жауап береді. Мен патшалықтағы бойжеткендердің бәріне кигізіп шығуым керек. Сондықтан қандай болмасын шақырыңыздар, деп бұйырады шабарман. Өгей шеше дауыстап күл-қызды шақырады. Отын жарып жүрген қыз қысыла үйге кіреді. Шабарман ештеңеге қарамастан хрусталь кебісті аяғына өлшеп көреді. Кебіс шап-шақ екен. Мұндайды күтпеген өгей шешесі мен әпкелері ауыздары ашыла қарап қалыпты. Міне ғажап, аяғына құйып
қойғандай, дәл келуін қарашы, дейді шабарман қуанышын жасыра алмай. Барлығы таңырқай қарап тұр. Қыз хрусталь кебістің сыңарын қалтасынан шығарып киеді. Іштері күйген екі әпкесі мен өгей шешесі амалсыздан күл қыздан кешірім сұрайды. Мейірімді инабатты қыз оларды кешіреді. Себебі оның тәні ғана емес, жаны да пәк, таза, сұлу еді. Ханзаданың тапсырмасын орындаған шабарман күл қызды сарайға ертіп келеді. Сарайдағылар жұпыны киінген қызды көріп аңтарылып тұрып қалады. Тек Ханзада ғана жұмбақ ханшасын танып, жақын келіп қолынан ұстайды. Сол кезде баяғы мейірімді сиқыршы әйел пайда болып, ортада тұрған күл қыздың көйлегін сиқырлы таяғымен түртіп қалады. Сонда ескі көйлек өте әдемі, өте сәнді көйлекке айналады. Күл қыз бұрынғыдан да шырайланып шыға келеді. Ханзада күл қыздан өзіне тұрмысқа шығуын сұрайды. Қыз келісімін беріп, сарайда үлкен той болады. Осылай олар ұзақ әрі бақытты өмір сүріпті. Осымен ертегіміз аяқталды. Егер де ертегі ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Келесі кездескенше.